Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге қаттама, яғни пияз нандарын әзірлейтін боламын. Ол үшін бізге кішкентай 5 пияз, ерітілген сары май, қамыр, қара бұрыш және де тұз қажет болады. Ең алдымен пиязымызды ұсақ етіп турап, оған қара бұрыш пен тұз қосып әзірлеп аламыз. Одан кейін қамырымызды жұқа етіп жайып, үстіне сары майымызды жағып шығамыз. Пиязды сеуіп, қамырымызды рулет етіп орап аламыз. Рулетті домалақша етіп осылай жасаймыз. Әр қамырдан осылай жасап шығамыз. Мен мантыдан қалған қамырды пайдаландым. Сіздерде манты пельменнен қалып қойған қамырды ысырап болмас үшін осылай қаттама нан жасап тастасаңыздар болады. Немесе суға бір ас қасық май, сұйық май, тұз, ұн қосып дайындасаңыздар болады. Міне менде 4 суала шықты. Әр домалақшаны оқтаудың көмегімен ұн сеуіп отырып, осылай жайып шығамыз. Қызып тұрған табамызға бір ас қасық сұйық май құйып, қызарғанша қаттамаларымызды екі жағын пісіріп аламыз. Әр қаттаманы қуырмас бұрын бір ас қасық сұйық май құйып отыруды ұмытпаңыздар. Тез әрі оңай дайындалады, өте дәмді қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, лайк, комментарий, подписка жасап кетіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет, назарларыңызға рахмет.